Сәлеметсіздер ме? Отыра қойыңыздар. Құрметті оқушылар, сіздер мен қолымда не көріп тұрсыздар? Мен не ұстап тұрмын? Бұл лента. Ja, бұл лента түрлі түсті, ja? Енді қазір біз 3 топпыз, ja? Бүгін біз сабақта 3 топ жұмыс жасаймыз. Осы 3 топтың спикерлары келіп түрлі түсті лентаны таңдай қойыңыздар. Енді құрметті оқушылар, бүгінгі біз сабағымызды осы лентаның көмегімен өзіміздің ұйымшылдығымызды, бірлігімізді, сабақта топта жұмыс жасайтынымызды көрсетуіміз керек, ja? Қажет. Енді міне көрсетіп. Міне топ, ja? Осы топты міне 3 топ бүгін жұмыс жасайтын боламыз. Міне өздеріңіз ұйымшылдықтарыңызды топта жұмыс көрсетесіздер. Сіздерге мен сәттілік тілеймін. Енді құрметті оқушылар, айта қойыңыздаршы, сіздерді 3 түсті таңдады, ja, спикерларымыз. Осы түсті сіздер немен байланыстырасыздар? Сары түсті, ja? Қандай түсті? Жасыл түсті, және көк түсті, ja? Немен байланыстырасыздар? Сары түс, күннің түсі. Сары түс, күннің түсі. Қазақстанның туымен, ja? Тағда немен байланыстырасыздар? Аспанның түсі деп. Жасыл түс, ол денсаулықтың белгісі. Ол денсаулықтың белгісі. Өмірдің белгісі. Дұрыс. Міне 3 топ осы енді сіздерге сәттілік. Бүгін біз сіздермен әрі қарай жалғастырамыз. Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезовтың шығармасынан әңгімесінен көксерек үзінді. Бүгін біз сабақта сіздермен перефраз түрінде сұрақ арқылы қажетті ақпаратты анықтаймыз. Тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып баға береміз. Енді әрі қарай сабақта суреттер сөйлейді әдісі бойынша сіздер суреттерді сөйлетейікші. Сіздер кімді көріп тұрсыздар? Осы суретте. Мұхтар Әуезов, тағы да көксерек пен құмашты көріп тұрмыз. Көксерек пен құмашты көріп тұрсыздар, ja? Енді Мұхтар Әуезов туралы сіздер не айта аласыздар? Айта аласыз. Мұхтар Әуезов бізді қазақ жазушысы, драматург ғалым. Ол 30 жылы тұтқындалды, бостандыққа шыққан соң Алматы университетінде сабақ берді. Алматы университетінде сабақ берді, ja? Дұрыс, рахмет, отыра қойыңыз. Мұхтар Әуезов кім? Драматург, ақын, ғалым, аудармашы, профессор, публицист, зерттеуші. Тағы да кім? Ол ма? Жазушы, дұрыс айтып отырсыздар ме? Міне сіздер көріп отырғандай, қазір біз не көріп тұрмыз? Біз Қазақстан картасы. Қазақстанның картасын көріп тұрсыздар, ja? Осы Қазақстан картасы бойынша, балалар, сіздер маған Мұхтар Әуезовтың туған жерін көрсете аласыздар ма? Қай жерде туды Мұхтар Әуезов? Шығыс Қазақстан Семей облысында дүниеге келген. Дұрыс, көрсете қойыңызшы. Шығыс Қазақстанда дүниеге келді. Енді Шығыс Қазақстанда балалар, тағы да қандай ақын жазушыларымыз өмірге келді? Осы Шығыс Қазақстанда қандай жазушылар өмірге келді? Абай? Құнанбаев, дұрыс айтасыңдар. Тағы да не? Мұхтар Әуезов, Шәкәрім Құдайбердиев. Енді балалар, қазір біз сіздермен үй тапсырмасын тексереміз. Үй тапсырмасын Кахот арқылы тексереміз, ja? Кахот арқылы тексереміз. 3 топ болып жұмыс жасаймыз. Топта біз бағалап отырамыз. Бас бармақ арқылы бағалап отырамыз, ja? Бір-бірімізді топта. Қалай жауап беретінімізді. Өткен сабақтарды біз Мұхтар Әуезовтың үзінді көксерек туралы қазір сіздерге сұрақ беріледі.
нүктеріңіз қосылдыңыздар ма? Көксерек әңгімесі қай жылы жазылды дейді. Қай жылы жазылды? Қайсысы жауап береді? Көксерек әңгімесі 1922 жылы жазылған. 22 жазылған. Бағалаймыз. Қалай жауап берді? Бағалаймыз. Дұрыс. Барлықтарыңыз дұрыс болды ма? Тексереміз. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі міне барлығы жауап беріппіз. Келесі. Көксерек шығармасында Қасен деген кім? Қасен қай топ жауап береді? Қасен деген кім? Құрмаштың ағасы. Құрмаштың ағасы. Барлықтарыңыз дұрыс па? Бағалаймыз. Бағалаймыз. Міне Самира бәрі дұрыс жауап берді. Келесі. Мұхтар Әуезовке Көксерек шығармасын жазуға не әсер етті? Ауыл иттері, бір топ қасқыр, күнтізбедегі қасқыр суреті, аңшылық. Қайтып жауап береміз? Әсер еткен күнтізбе қасқыр суреті. Әсер еткен күнтізбедегі қасқыр суреті. Барлығымыз солай ма? Бағалаймыз. Мынау топ бағалайды. Бағалаймыз. Аха, дұрыс. Қара Алатөбеттің иесінің аты кім? Асан, Жұмаш, Айбол, Құрмаш. Жұмаш. Жұмаш дұрыс па? Бағалаймыз, топты бағалаймыз. Дұрыс, бағалап отырамыз. Самира, Софан бір дұрыс жауап берді сізден. Әрі қарай. Көксерек қандай жанр? Көксерек қандай жанр? Дұрыс па? Дұрыс, әңгіме. Бағалаймыз, бағалап отырамыз. Дұрыс. Көксеректі жеңген иттің аты. Ақтөс, Аққасқа, Бөрбасар, Ұшар. Аққасқа бағалаймыз, дұрыс па? Бағалап отырамыз. Вероника Сансабира дұрыс. Көксерек сөзі қандай мағынаны білдіреді? Қандай мағынаны білдіреді? Ірі күшті қасқыр, ұрғашы қасқыр, қасқырдың қара құлақтанған күшігі, жас қасқырдың ең мықтысы, ұлдана? Ол білдіретін жас қасқырдың ең мықтысы. Ең мықтысы. Барымыз дұрыс па? Бағалаймыз. Топты бағалаймыз. Бағалаймыз. Бағалап отырмыз. Дұрыс. Иттің иесі болса, бөрінің Тәңірісі бар. тәңірісі бар, дұрыс па? Қазір қараймыз. Дұрыс. Бағалаймыз. Дұрыс. Көксеректі жұрт несіне қарап таныды? Құлағына, аяғына, басына, аузына. Құлағына. Қазір тексереміз, дұрыс. Дұрыс, құлағына қарап, дұрыс, бағалап отырамыз. Көксерек фильміне қасқыр көксеректі қай қаладан алып келді? Қай қаладан алып келді? Мәскеу дейін, Ангелина. Дұрыс, дұрыс, бағалап отырамыз. Бағалаймыз. Мұхтар Әуезовтің туған жері көрсет. Семей, солтүстік Қазақстан облысы, Талдықорған өңірі, Павлодар өңірі. Семей дұрыс па?
Бағалаймыз. Қасен мен Бейсенбай Әуезовтың қай шығармасының кейіпкері шығады? Көксерек, қорғасын күні. Софа бірінші қолын көтерді. Көксерек, дұрыс. Дұрыс па? Бағалап отырамыз. Топ. Келесі. Мұхтар Әуезов қай жылдары өмір сүрді? Ұлдана? 1898 жылы и 1961 жылы. Дүниеге келді. Дұрыс. Бағалаймыз. Ұлдананы бағалам, оцениваем. Ұлдананы бағалаймыз. Дұрыс. Келесі. Мұхтар 11 жасынан бастап кімнің тәрбиесінде болды? Аха. Топ. Қасым, немере ағасы, Қасымбектің. Дұрыс, Софа. Келесі. Тұқымын сезген екен, жүзі қара ғой бала, оны өлтіріп кересін алу керек. Кімнің сөзі? Қасеннің. Софа. Қасеннің сөзі. Дұрыс. Бірінші кім қол көтерді? Сол. Сонымен. Бәрімізді дұрыс па? Бағалаймыз. Софаны бағалаймыз. Дұрыс. Енді балалар. Міне бәрін үй тапсырмасы орындарында арқылы бағалардың да дұрыс өте жақсы жауап бердіңіздер. Енді қараңыздаршы. Шығарманың жанры қандай? Жаңа айтып кеттік, шығарманың жанры қандай? Әңгіме. Тақырыбы қандай? Тақырыбы? Адам мен табиғат. Енді шығарманың идеясы қандай? Паша? Табиғат құбылысын сақтау адамдарының оны түсіне туралы. Адамдардың оны түсінуі, білуі, дұрыс. Шығарманың жазылуына не себеп болды? Тұрамыз. Қасқыр суреті. Сместа встаем, отвечаем. Шығармадағы қасқыр суреті. Дұрыс айтасыздар. Келесі, дәптерімізді ашамыз. Дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Сөздік дәптерін ашамыз. Бүгінгі тақырыпты өтетін жаңа сөздері балалар. Таныс болайық. Барлығымыз қараймыз. Жота, хребет, шапшынды, набросился, талап тастайды, растерзал, қылғыта салды, проглотил. Және де осы қиын сөздердің мағынасы. Көкжал, жыртқыш, қасқырдың арланы, арлан, қасқыр, ит, тұқымдастарының еркегі, ит мұрын, ол раушан гүлдер тұқымдасына жататын, жапырақ тастайтын бұта, не шырмауық өсімдіктер туысы. Итаяқ дегеніміз итке тамақ құйып беретін ыдыс. Осы сөздерді жазып қойыңыздар. Келесі, балалар, қазір біз сіздермен видео көріп отырасыздар, видео көресіздер. Видеоны көреміз. Сол видео бойынша қазір жұмыс жасаймыз. Сіздерде мен бағалау парағын беремін. Сол бағалау парағына спикерлер бағалап отырасыздар, Міне, бағалау парағы сіздерде үш топқа бағалап отырасыз. Бағалау парағы. Балалар, жаңа кеткендей стоп кадр әдісі бойынша үзінділерден кейіпкерлерге для персонажа мазмұндарын бересіздер. Сурет бойынша өз ойларыңызды айтасыздар. Іс-әрекеттерін айтасыздар. Кейіпкерлерін, қазір тыңдаймыз.
Kurmaz aslan verdim korkmaz. Şeyler toylar tutardı. Kanın koyun. Bayılmanla kasak içiyor. Aman dedi. Taktım bana. Şöyle bir atsın karayı. Yerine bir şey demeye kalksam. Gözlerimde kurda koyayım. Neyse. Dönüşü. Yerine bakıp bulma başlamak değil. Sana. Bölümden böldürün. Çok kaydetinde sosyal. Keser! Münevreleri göğsünde sıvaktı. Yek sağlıksa. Sinirde tohumunda tuzlayı ortaya yiyorsun. Sana ne oluyor konuş? Kanı vermiş. Gel. Sana. Sayın. Kız asla şurada var mısın? Kız emez mi? Onda vurma ona. Vurma. Vur! Vurmasın lan. Vurma. Vurma. İyi. Soğuk. Ne ettin sana? Bunun için yemeği. Bizge bulğanda kalktıralım kara şey. Öyle koysa onlardan geri çıkın. Cihazı ne başına taktılar genç. Son sene göreymişler. Zikrin etsin be. Bak burada. Soran kızım. Taşı böyle tıkaş. Kulağına böldüm acıyla getirdi. Kızlar falan götürüp koluna yüzünü tuttum. Kasere hava etti. Koyun verme. Kalktım oradan bulmak istiyorum. Kulağımı çeviriyoruz. Senin dalsan koyun verme. Bu çıkın bağımlı kötü yatıp ağzını göster. Orada böyle bana versin. Teledeyi sıdıramı yeriz. Yüreği kırıda koyuyor kasına kal. Yürüyorum bir koyun var. Onun böyle gözüyle koyarsın. Süte vermiş. Ne hırsızdı sana bir salat. İyi yürüyordu. Şarışır sinirlerinde hırsızda sünnet. Katağına diysem hayrıtkışta kaskar olur şahit. Hayranlık olma hayvanlık bu. Onu yarasmadı. Bak koydum. Kokseri de koydu. Soyma. Anay kızın tıranın üstünden basa bağlı yüklerine karayla giysi. Karakmay. Bana gözlerinin kırışanını gelin. Evde desin artık geçicidir. Canlının canını şaşırtıp kalmar. Tavda sıklık var yumuşu. Soğuk var, süpür, belki şey bastır. Sertçe çıkıyoruz. Gözlüklerini şurada. Dizlerim tavan altında durdum. Ne olmuştu? Yerinde olgan şak. Bulavulla tanıştık bilmez. Men de sodan korkar. Ona göre bak. İsmail'e koyun, bir bırak koyuyor altıyı. Biraz peki. Ben o kaçtan güne laflattım neydi? Sonra emin. Baydın altı böyle altı etse de mahaldan kelip gidelim diye var.
Сонымен балаларым көрдік, иә, топтар бойынша. Қазір енді өз ойларыңызды кейіпкерлерге мінездеме беріңіздер, иә. Мінездеме бергенде сіздер бағалап отырасыздар. Енді кімді көрдіңіздер, қай кейіпкерге қандай не бересіздер? Мен бұл жерде Құмаштың нағашысы Бейсенбайды көріп тұрмын. Ол кісі жылқышы, тауға шыққанды аң аулағанда ұнатады. Аң аулағанды ұнатады, дұрыс. Тағы да кімді? Менің ойымша ол кісінің әрекеті дұрыс болмады. Әрекетін башқаларын өтірікті өлтіріп тастады. Ол кісінің дұрыс болмады. Тағы да кімді көріп тұрсыздар? Тағы да кімді? Данил? Құмаш, мен Құмашты көріп тұрмын. Ол мейірімді, адал, жүрегі таза. Ол адал, жүрегі таза бала, иә? Дұрыс. Әрі қарай кім? Қаша айта қойшы. Мен бұл жерде Құмашты көріп тұрмын. Құмаш ақылды, мейірімді бала. Құмаш ақылды, мейірімді бала, дұрыс. Тағы да кім? Софа? Бұл дұректі өзіне, ол дұртасы келеді. Құрмаштың жүрегі назық. Бөлтірікті өзіне қалғыстырғысы келеді, иә? Құмаштың жүрегі адал, таза, иә? Отыра қой. Әрі қарай? Кім айтады? Тағы да кім? Ангелина? Мен бұл жерде Құрмаштың әжесі өте мейірімді, ақылды, парасатты еді. Өте ақылды. Құрмашты қолдап отырған. Бағалап отырамыз. Топ басшылары бағалап отырамыз. Әрі қарай? Тағы да кім? Ұлдана? Мен Құмаштың иттерін көрдім. Көксеректің анасын айырғаны өте дұрыс емес болды. Өте ағынышты. Тағы да кім айтады? Соф айтады. Ол егер ит болса, ол көксеректі ешқашан жақтырмаған. Себебі ол қасқыр. Көксеректі ешқашан жақтырмаған, өйткені ол қасқыр. Тағы да кім? Данил айтады. Өздеріңді. Немересінің көңіліне қарап кесті, өйткені немересінің әжесі жақсы көреді. Немересін өйткені жақсы көреді, яғна. Тағы да кім айтады? Диас айта қойшы. Құмаштың әжесі бұл жерде қарсы болды. Бірақ Құмаш мені қалдырса келді. Құмаш қарсы болды. Үй іші отбасы бәрі қарсы болды. Бірақ алып кеткісі келді, иә? Сонымен балалар дұрыс, сіздер қалай ойлайсыздар? Дұрыс істеді ма? Дұрыс істеді ма? Айта қой. Сіз айта қойыңыз. Құрмаштың әжесі бақасы, үнемі Құрмашпен ұстасып жүретін бала, ол үнемі Құрмашпен ұстасып жүреді. Үнемі Құрмашпен ұстасып жүреді, иә? Бағалап отырдық па? Рахмет. Дұрыс, бағалап отырдық, иә? Бағалап отырамыз бір-біріміз. Топ мүшелері. Келесі балалар. Біздің тапсырмамыз қазір сіздерге мәтін беріледі. Сол мәтінмен 3 топ жұмыс жасайсыздар. Мәтінмен жұмыс жасағанда сіздерге тапсырма беріледі. Бірінші топқа, екінші топқа және үшінші топқа. Сіздер топ мүшелері бағалап отырасыздар топта. Иә? Топта бағалап отырасыздар. Сына жауап алайын. Осы бағалап отырасыздар. Қарап отырасыздар. Састық мәтінді оқыңдар топта. Екінші. Дәптеріңізге жазамыз. Дәптерге тапсырманы орындап отырамыз, жазамыз.
Сіздерге түрлі түсті түстер. Топ мөлшерлері бағалап отырамыз. Топ мөлшерлері Вика, Ұлдана және Диас. Диас. Бірінші топ тапсырма сұрақтардың жауаптарын екінші бағаннан табасыздар. Бірінші топқа берілген тапсырма және әрі қарай перифраз түрінде берілген сұрақтарға жауап бере отырып, негізгі ақпаратты табыңыздар. Негізгі ақпаратты табасыздар. Сөйлемді перифразировать етесіздер. Және келесі үшінші топ фильм мен мәтіндегі оқиғалар желісін бақыладыңыздар. Көксерек пен ауыл иттерінің әрекетін Вен диаграммасы арқылы салыстырып талдайсыздар. Диас, сіздер көксерек пен ауыл иттерінің салыстырасыздар да ұқсастығын жазасыздар, түсіндіңіздер ғой? Топ. Тапсырма түсінікті ме? Орындаймыз. Бәріміз топқа осы кезек-кезек жауап бересіздер. Болған соң айтасыңдар, болған соң, қай топ болады, түсінген қолдарыңыз көтересіздер, спикер. Top bolağımızı bolsa kolumuza көтереміз topta. Vika bolunuzlar mı? Айтыңыздар. Самира айта ғой. Оқы. Ауыл тұрғындары қандай киімді қаттап болды? Ауыл малдарына қасқыр шапты. Малдарына қасқыр шапты. Даусымызды шығарамыз, иә. Келесі Вика. Қойшы бала көксерекке қалай қарсы тұрды. Қойшы бала қасқырдан қорықлай ағашпен бір ұрды. Ағашпен бір ұрды, иә. Дұрыс, ары қарай. Құрмаш көксеректі
қалай құрмаш көксеректің құлағынан санайды. Вероника, бағалау парағына бағалап отырасың, иә? Қосымша сабақтан кейін не аламыз. Келесі, Ұлдана. Көксерек қандай болып өсті? Тұрып айтамыз, шын жауап береміз. Көксерек қатты өсті, ол жағы Қалай? Тәкімді қалайсың? көксерек қатты өсті, көкжал болды. Көкжал болды, иә. Ағарай, Паша, айта ғой. Көксеректен не байқалды? Көксеректен қазір бұрын білінбеген далалық байқалды. Байқалды. Келесі, Софа. Бұл бала кемейді. Бұл бала құрмаш келер. Келесі. Көксерек ауылға қандай талап ендірді? Ауыл маңдардың күнде жүрді. Жарайсың. Ұлдана. Бір жылдың басына кім көрді? Ол бір жылдың басына атылым қойшыды көрді. Қойшыны көрді. Атылы қойшыны көрді. Дұрыс, аға. Ұлдана бағалап отырамыз, е? Топтары жақсысыздар, өте жақсы. Өте жақсы. Келесі топ болдыңыздар ма? Сіздер тосып отырмыз. Сіздерде ең шығармашылық, е, жұмыс? Ағарай. Сөз. Мен айта беріңдерші болды. Шығар беріңдерші. Айта беріңдерші. Анаған бере сал болды. Все, жауап береміз. Сендерге қандай? Қандай? Зәкәмен. Көксерек жас қануды білмейді, батыл өлмейді. Итермен сіңіспайды, дыбысын шығармайды, ашқарақ, қатыгез өте төзімді. Құйрығын өзіне тақырып алады. Дұрыс. Келесі. Ауыл иттер қандай екен? Және жазғанда кім? Ангелина, берсейші. Ауыл иттерінің адал жануары жақсылықты сенді біледі, батыл, ақылды, қуғырғын сершік жүреді. Батыл ит. Батыл ит, құйрығын сермеп жүреді. Батыл ит, иә? Дұрыс. Енді ұқсастығы. Ұқсастығы не? Адал ойжылымды жүктекті. Батыл, ақылды, құйрығын серіп жүреді. Сермеп. Батыл ит, иә? Сонымен түсіндір ғой, иә? Ауыл иттермен көксеректің ұқсастығын, иә? Топ сіздерге түсінді ме? Түсінді ме? Жақсы. Бағалап отырамыз, дейсіз. Бағалап отырамыз тақырманы. Келесі балалар. Енді әңгімеде қатты әсер еткен тұстары. Не әсер етті сіздерге? Осы әңгімеде қатты әсер еткен тұстары, қандай тұстары? Кім айтады? Кім айтады? Кім айтады? Паша айта қойшы. Не әсер етті саған? Әңгімедегі осы. Тұра ғой. Тұп, ұстайын. Саған не әсер етті? Көксерек кен ала құрмаш түсінген. Отыра ғой. Ары қарай. Софа. Не әсер етті? Вика. Адамдар айта ғой. Құрмаштың күшті бағы болуымен көксерек деп атауы. Деп атауы саған әсер етті, иә? Тағы да. Көксеректің алғаш
көксерек табиғатқа қарап болуы. Табиғатқа қарап болуы көксеректің, иә? Балалар аяғы шықты, иә, бұл жерде. Көксерек өзі болса да ол аң, иә? Аңның өзі заңдылығы бар. Табиғаттың өзінің заңдылығы бар, иә? Аң болғасын ол өзінің мекенін, өзінің жерін істейді, сағынады, иә? Сағынып ұлиды. Сіздер ойлайсыздар ма? Дұрыс істеді ме? Адамдар дұрыс істеді ме? Адамдар дұрыс істеген жоқ, иә? Адамдардікі дұрыс болмады. Көксерек ата-ана көп болса да, ата-аналары көксеректің несіне қарады? Көңіліне қарап, қасқырды, баланың қасқырды өздеріне алды. Ол дұрыс емес, иә? Айтауға соға жана қолымыз көтердіңіз. Ауылға шығуы, қылмашқа жабуы жасайды. Тағы да? Қаша? Адамдар қолының қасқыр күшіктерінен өлтіруі. Қасқыр күшіктерін өлтіруі, иә? Адамдар қолына қасқыр күшіктерін өлтіруі, иә? Ол да дұрыс емес. Тағы да кім айтады? Тағы да кім айтады? Екі айта қош. Желдің қайғыруы, құрмаштың қайтыс болуы. Табиғат ананың таныштағын жауыз адамдар болды. Жазықсыз күшіктерді өлтірі дұрыс емес. Жазықсыз күшіктерді өлтірулері дұрыс емес, иә? Жазықсыз күшіктерді дұрыс емес. Келесі балалар, сіздерге тапсырма. Келесі тапсырмада сіздер көріп тұрғандай мына, иә? Жаңа біз өткен бойынша тапсырманы оқыдыңыздар ғой, мәтінді өттіңіздер. Бір топ кластер ген диаграммасын қойды, бір топ сәйкестендірді, екінші топ перифраз жасады, иә? Әңгімені біз оқыдық, фильмін көрдік. Енді сол тапсырма сіздерге сол бағалау парағында бағалап отырасыздар. Өздеріңізде топтарыңызда. Сіздерге мынандай тапсырма. Мәтін бойынша оқиға желісін ретімен қойыңыздар. Ретімен қоясыздар. Түсінікті ме тапсырма? Орындаймыз. Ретімен қоямыз. Далада қой жайлаудағы сиырға шауып, күніне бір мал жейді. Бұл нешінші? Қайсы бірінші? Кім оқиды? Қайсы бірінші? Оқиғыш? Жотадан жотаға жортқан көксерек қасқыр өсіп көкжал болды. Көкжал болды, дұрыс. Әрғарай? Әрғарай кім оқиды? Әрғарай қалай? Бесі бойынша. Оқиға? Далада жайлаудағы сиырға шауып, күніне бір мал жейді. Дұрыс, күніне бір мал жейді. Софа оқиға. Дұрыс. Адамдар мүлкі қорқытты, одан жасқанбады. Ол бірді оны да жемеді. Бағалап отырамыз. Дұрыс. Әрғарай дұрыс. Жарайсыңдар. Көксерек жол жортты бір жатамын басында. Атылы қойшыны көрді. Келесі. Ұлдана. Бала өзіне таныс құлақты көрді. Ақырғы сезгені сол. Әрғарай. Данил. Ауылдың атақты аңшылары Қайсын мен Бейсенбай алдық жүріп, көксеректі өлтіреді. Көксеректі не істейді? Өлтіреді. Көксеректі өлтіреді, иә? Көксеректі өлтіреді. Тағыдан. Болды ма? Бағалап отырамыз ба? Бағалап отырамыз, иә? Ал енді балалар, сонымен балалар, бүгінгі біз сабақта сіздермен перифраз түрінде берілген сұрақ арқылы қажет ақпараттарды анықтадық. Тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып баға бердік, бүгінгі сабақта. Енді балалар, бүгінгі сабақтың сіздер сабақ бойы жаңа сөздермен жұмыс жасадыңыздар, жаңа сөздердің мағынасымен таныстырдыңыздар. Қазір енді сол жаңа сөздерді кім маған оқып береді?
өткен сабақ жаңа сөздерді. Жазған жаңа сөздерімізді біз қайттан тоқталайықшы жаңа сөздер. Қандай да жаңа сөздер естіледі? Оқи қойшы. Жырда ол хребет, жаншыды ол набросился, талап тастады, растерзал, қолғыдан салды, работил, арқарай оқимы, Көкжал жыртышы қасқырды арданым, арлан қасқыр ит тұқымдастарының ертегі, үмітіш раушан күндер тұқымдасқа жатып жапырақ тастайтын рухани шырмауы, есімдік туысы Италия, итке тамақ құйып беретін ыдыс. Итке тамақ беретін ыдыс, иә? Балалар, енді сіздер бүгін күнделігімізді ашамыз, бүгінгі үй тапсырмасын жазамыз. Үйге қандай тапсырма берілді? Үйде тапсырма сіздер 100 сөзден тұратын қысқаша эссе жазып келесіздер, иә? Көксерекке, үзіндімен. Сіздер не түсініңіздер, өз ойларыңызды, өз пікірлеріңізді эссе жазып келесіздер. Енді балалар, сіздермен сонымен балалар, мен айтайын деп отырғаным, сонымен біз жер бетінде ортақ үйде бәріміз бірге тұрамыз, иә? Біз ортақ үйіміз. Сондықтан табиғаттың да өз заңдылығы бар. Адам баласы, адам ортасында болу керек. Аңда өзінің мекені, өзінің жері бар. Бұл біз әңгімені оқығанда біз өзіміз түсіндік. Не? Аңды қолда ұстауға болмайды. Аң қолдастаса, үлкендер болса да, көксеректі оқығанда біз фильм көрдік, көксеректі ол қанша ұстаса да, көксеректің көңіліне қарады үлкендер. Үлкендер білді, үйде ұстауға болмайды екенін, бірақ бұлар үйде ұстады. Ол дұрыс емес, иә? Дұрыс емес. Сондықтан балалар, біз өзіміздің заңдылығымызды сақтайық. Адам ортасын, аң ортасын сақтауымыз керек. Балалар, сіздерге бүгін рахмет сабақта. Сәтті өтті деп ойлаймын сабақта. Енді рефлексия. Табыс ағашы бойынша балалар, сіздер бүгін сабақта өздеріңіз кім қандай табысқа жетті. Осы үш түсті сіздер іліп қоюларыңыз керек. Табысты, өздеріңізді табысты сұрақтарға бәріне дұрыс жауап бердім, өз пікірімді айттым, өз ойымды айттым дегендер жасыл алманы сүрелестер. Енді орташа жауап берген оқушылар болса, өзіне сенімсіз болып қалған оқушылар болса, дұрыс жауап берген, мына жерде бір қателігім кетті-ау деген өзіне сенімсіз орташа оқушылар ортасына еді ағашты. Ал енді сенімсіз, тіпті сенімсіз болып қалғанда дұрыс жауап бермеген оқушылар не істейміз? Астыға ілеміз, иә? Шыға қоямыз. Өздеріңіз таңдаңыздар. Міне балалар, барлығымыз өз ойларынан шығыпты, табыс ағашы қандай табысты болып тұр. Сіздерге көп рахмет, сау болыңыздар.